қыздың қалың малы. Шалғай жатқан ауданнан облыс орталығына көшіп келген кезіміз. Жаңа үйді де жақсы жерден алдық. Үйдің іргесіндегі ескі базар жақсы болды. Бір нәрсе керек болса, жүгіріп барып, керек жарағымызды түгендейміз. Менімен жеңгең жұмыста, балалар сабақта. Қайнап жатқан қаланың өмірі-ай, шіркін деп Алмас ағам әңгімесін бастады. Бәрінен де қарт анама қаланың үйінде аяқ басып отыру өте қиынға соқты. Ауылдай болып кеткен ауданда тұрғанымызда, бір көшеде тұрған көршілерімізбен туған ағайындай араласып кеткенбіз. Апам байғұстың артын басып демалуға шамасы жоқ еді сол уақытта. Қалаға келіп байлаулы баспақ болды апам. Апамның іші жарылардай болып елегізіп жүргенін ішім сезеді. Себебі кемпірмен тілдесетін тірі жан жоқ маңайда. Апам табиғатынан әңгімешіл адам. Қаланың адамының көбісі қабаған иттей ызалы, шетінен кісіге жұғымы жоқ. Апам ет жеңді, ақ құба келген ірі кемпір, әңгімесі де ірі. Шебер құдай майдалықты маңдайына жазбаған, қолы ашық апам, қолындағысын елмен бөліскісі келіп тұратын қонақжай адам. Адамсыз ас ішпейді, тамағын сұңқардай шашып жейді. Елде болғанда осы кезде сары самаурынын сақырлатып қайнатып қойып, кемпірлермен бірге күрең шайын сораптап отырып, әңгімеге бөгіп отыратын кезі еді шіркін апамның. Апамды аяғанмен қолымнан не келеді? Соны да апам шіркін өзі түсіндау деймін, өз қамына өзі кірісті. Таң атпай бізбен жағаласып, жұмысқа баратын адамдай басына ақ орамалын тартып, гүлі бар шифон шыт көйлегінің сыртынан жеңі жоқ, жиегі оюланған көк хамзолын киді. Екі білегін күміс білезікпен көмкерді. Сықырлаған жаңа мәсінің сыртынан іші қып-қызыл лакированный жаңа гәлөшін іліп алды. Күлсең кәрге күл дегендей. Апам, апау аманшылық па? Ұзатылатын қыздай әрлендің ғой. Кешке артыңнан кешірім келіп тұрмасын, деп бәріміз апама қарап күліп қоямыз. Кешірім келсе несі бар? Қайта жақсы емес пе? Кемпірден құтыласыңдар. Қалың малын көп сұраңдар, деп апам да бізге сөзбен қарымтасын қайтарып қояды. Құрысын, зергіп әбден ішім пісті. Кім бар, кім жоқ? Үйді айналып, базар жақты бір көріп келейін, деп апам көк дарбазаның есігін сыртынан жапты. Кешке біз жұмыстан, балалар сабақтан келді. Кемпір әлі жоқ. Апам қайда? Деп ауыз жиғаным сол еді, қолында 2 пакеті, артында бір жәшік анар көтерген баласы бар. Апам үйге кіріп келді. Дымағы шақ апамның. Артындағы бала жәшікті бұрышқа қойып, нан ауыз тиіп, үйден асығыс шығып кетті. Тауып алған шалың, қалың малын саған бір жәшік анармен берген бе апау? Деп қоям. Қой, шалы құрсын. Шал не теңім менің? Үйдің маңынан, базардың жанынан подружка кемпір таптым. Жарықтық мыналар соның сыйлығы. Жәшік көтерген ана бала, сол кемпірдің немересі. Ісіңе береке бергір, әлгі кемпірмен әңгімеміз бірден жарасып кетті. Өзі бір мәрт әңгімешіл кемпір екен. Бізден 2 үй әрі тұрады. Жолдың жиегінде жәшіктеп анар сатады. Қарасаң, байқайсың өзің. Жаулығы желбіреп, жиектегі талдың көлеңкесінде отырады. Әлгі кемпірмен азанда бастаған әңгімеміз кеш қарайғанда әрең бітті. Текті кемпір екен, тегеурінді әңгіме айтты. Ерінен 2 баласымен ерте қалыпты. Кіші қызы Мәскеуге оқуға түсіп, 5-ші курсында бір өзбек жігітінің етегінен ұстайды. Апа, маған ренжімеңіз, өзімнің таңдауым, деп телеграмма келді қызымнан, дейді. Содан кейін ләмим хат хабар жоқ. Я кешірім жоқ, я қалың мал жоқ. Құдалардың бұнысы қызық екен, деп мен ашуланып қоямын, дейді подружкам. Айында, жылында қызыммен поштадағы байланыспен сөйлесеміз. Қызыммен көріспегелі арада 6 жыл өтті. Қызым 2 балалы болды. Ұятты жинастырып қойып, анау-мынауымды алып, қайдасың Ферғана деп пойызбен Өзбекстанға тарттым, дейді. Өзі де ит өлген жер екен, итшелеп әрең жеттім. Бірақ табиғаты тамаша екен. Құданың үйін сұрастырып, әрең таптық. Қызыммен көрісіп, жиендерімнің бетінен сүйіп, мауқымды әрең бастым. Қызылорданың қатыны емеспін бе?
Ашуым әлі басылмай тұр. Ызадан жарылардай. Құда қайда? Дедім қызыма. Атам бақта демалып жатыр. Жүріңіз деп қызым жол бастады. Құдай салмасын, Құданың бағы жәннаттың бақшаларында екен, көркінен көз алмайсың. Барсақ баудың ішінде жемісі төгіліп тұрған алып анар ағашының астында, басында тақия, үстінде ала шапаны бар, мұжырайған өзбек шал демалып жатыр екен. Мені көріп атып тұрып, құдағи келді деп ақжарқын амандасып жатыр. Мен де бара сала бас салдым. Әй, құда, 6 жылда Қызылордаға аттап баспадың. Кешірімін қайда, қалың малың қайда? Әлде мен қызымды күлге аунап тудым ба? Осынша көргенсіз болуға бола ма екен? Мұсылманның баласы емессің бе? Деп көкбеттікке салып жатырмын. Құдағи, өкпең орынды, кінә бізден. Толық мойындаймын. Бара алмай жатқанымыздың да өз себебі бар. Қызыңның қалың малына мына жемісі төгіліп тұрған анар ағашын бір жемісіне тиіспей басы бітін саған беремін деп әлгі өзбек шал мені жұбатып қояды. Ашуланғаннан қаным басыма тепті. Әй, құда, адамды неғып жынды қылып тұрсың? Ағашыңды тамырымен жұлып алып, салақтатып, ауылыма қалай алып кетем? Айналайын, өзіңде өзіңе, ағашың да өзіңе. Одан да қалың мал бермеймін деп шындықты бетіме айтпайсың ба? Деп қоям. Ашу тарқады, әңгіме жарасты. Сөйтсем, құданың 9 баласы бар екен. Әйелі соңғы баласының үстінде көз жұмыпты. Бүкіл ауыртпалық өзіне түсіпті. Өгей шеше балаларымды өз баласындай көрмес деп үйленбегендігі де сондықтан екен. Барлық баласын осы бағының арқасында аяғынан тік тұрғызыпты. Құдам ауылындағы атақты бағбандардың бірі екен. Институтта оқитын ұлдарына, жылда ұзатылатын бойжеткен қыздарына қаражат жинаймын деп, таңнан қара кешке дейін бақта тынбай еңбек етеді. Содан Қызылордаға құдалыққа бару жылда кейінге шегерілетіні де сондықтан екен. Кетпен ұстайтын әжім басқан құдамның күректей қолдарына қарап, басымнан өткен жесірлік ойыма түсіп, құдама айтқан артық ауыз сөздерім үшін қатты ұялдым. Сол жылы күзде артында жалғанған үлкен прицепі бар КамАЗ келіп аулама тоқтады. Ферғанадағы Тәшмәт әка құдаңыз қызының қалың малы деп, сізге уәде қылған анар ағашын бір жемісіне қиянат қылмастан сізге беріп жіберді, деп шопыр бала 120 жәшік анарды түсіріп, өздері әрі қарай Мәскеуге тартты. Әуелгіде өзіміз жедік, ағайын туысқа тараттық, көрші көлемге бердік. Таусылмайды, берекелі екен. Болмағасын базарға шығардым. Бағасы төмен болғасын ба, ел талап алып кетеді. 10 жылдан бері осы анар Мәскеуге баратын КамАЗдар арқылы құдамнан келеді де тұрады. Бір жылдары 150, бір жылдары 130 жәшік, 120 жәшіктен кем болған емес. Құдай құдамның ниетіне берген екен, Алла разы болсын. Мына зәңкеген базардың жанындағы үйді де, анау баланың астындағы көлікті де, жасыратын несі бар, осы анардың ақшасын алдық. Әй, кемпір, сөзің түзу, подружка болуға жарайтын, жақсы адам екенсің. Сен де ауызти анардан, деп апама бір жәшігін арқалатып жібергені де сол екен. Атадан балаға мал қалғанша тал қалсын деген аталы сөздің астары да кең ғой шіркін. Осы әңгімені бізге Алмас Алматов ағам айтып бергенде тәнті болып тыңдаған едік. Ұмытпасам, жігіттер кейін осы әңгіменің желісінде Шабдалы деген көркем фильмде түсірді деймін шамасы. Айтқым келгені, еңбегің қатты болса, татқаның тәтті болады. Адам баласы осы уақытқа дейін өзінің адал еңбегімен тапқан асынан басқа дәмді тағам жеген емес. Адал еңбек адал астың кепілі, адал ас берекелі ғұмырыңның кепілі. Адал асын адамзат баласы адал еңбегімен тапқанда ғана бақытты бауырлар. Мақсат Ысқақов.